Егіз жүрек. Екінші бөлім. Ошақтағы от сөнуге айналды. Сыртта боран басталды. Орман ішінде оның дыбысы қасқырдың ұлығанында естіледі екен. Қария әлі сөйлеп отыр. Балалардың алды пысылдап ұйқыға кеткен. Менің ұйқым шайдай ашылды. Әрі қарай не болар екен? Өралтайдың оңтүстігінде сауыр жоталары бар. Уақыт мүжіп, қатпар тастары шығып жатыр. Сол сауыр мәңгілік мұзға оранған мұзтауға барып тіреледі. Мұзтаудың бір бөлігі өзімізде, қалғаны Қытай жерінде. Ол кезде мұзтауға жан баласы жоламайтын, жете алмайтын да. Талай жүректі жігіт мұзтауға шығуды талпынып көрген. Шығуы да мүмкін еді. Биік шыңның етегіне ілінгендер әрі қарай көтерілмей кері қайтатын. Біріне қарлы бөктерде албасыдай киінген құбыжық адам көрініпті. Бірі соның қарға түскен ізін көрген. Бірі сақалы беліне түскен, сол адамның жағып кеткен отының үстінен түскен. Сауырдың баурайын жайлаған ет, оны шайтан десті. Қара адамы дегендер де болды. Қалай десе де, олардың біреуі де мұзтауды мекендеген пенденің кәдімгі адам екенін, 16 жылдың үркіншілігінде патшаның әскерінен Қытайға қашқан, қазақ көшінен адасып қалған 14 жасар бала екенін білген жоқ. Есейіп есін жинамай жатып, мына дүниенің зорлық зомбылығын көрген. Ата-анасынан тіріде айырылған бала содан бері мұзтауды мекендеген. Жасы 30-ға жақындаған, аң аулап күнін көрген. Ауырса шөптен дәрі қайнатып, өзін өзі емдеген. Қиянаты көп, төменге тіпті түскісі келмеген. Анда-санда төменге түсе қалса, пенделерді көріп қалады. Жақындағысы келмейді. Ол үшін бәрі жат, бәрі жеркенішті. Бүгінде емдік шөптер жинамаққа төменге түскен. Жақпар тастардың арасымен жан-жағына сақтықпен қарап келе жатқан ол, аяғының астында ыңырсып жатқан адамды көргенде шоршып түсті. Адам дейді ау, терісі жұлым болған, ырсиып сүйегі ғана қалған бірдеңе. Әбден жақындағанда байқады. Қыз бала, ыңырсып бірдеңе дейді. Құлағын тосқан. Абзал, ары қарай сөйлей алмады. Аузына су тамызды. Тамырын ұстап көрді. Тәрі. Қызды лашығына көтеріп келе жатқанда, тағы ыңырсып күбірледі. Абзал қайда? Тағы да біреудің болғаны ғой. Кім екен? Қыздың жарасын жапырақпен орап жатып та соны ойлаған. Қой, төменге түсіп қайтпаса болмас. Мүмкін қыздың айтқан абзалы төменде бір жерде жатқан болар.